Так, ё-моё, так мында барын тазалау керек қойшы, ё-моё. Көп болып кетті ғой, так мында шөптерім барлығы өте көп, так барлығын тездетіп мында. Ой бә. Осы жеп көрім шөп жоғанда бар ғой. Так мында барлығын бит жуып тастайтын боламыз, так мында опана. Давай, еще. Мына шөптен еще тамыр бар деген қатты. Так. Давай, тағы да азақ қалды. Давай, тағы да. Давай. И соңғысы. Достар, амандасып кетейінші айтпақшы. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Дэн Рони, және де достар, осы видеода бүгін біз Майнкрафт ойнауды жалғастыра беретін боламыз. Бүгін достар бізде Майнкрафт өте керемет видео, және де неге десеңіздер, мен мұнда және де өсіп кеткен шөптердің барын тазаладым. Бірақ мына шөптер бар, ол шөптер басқа адамдар тазалайды деп ойлаймын. Так, мұнда да шөптер бар екен. Так, тазаладық. Енді дайт үйге барып, мында көмізді бит қоя салайық, мында әдемі қылып бит еге салайық. Так, хат келді мүмкін, жай сосын тексерем. Мен бірінші үйіме кіріп, компьютерімді нармен барлық істеп тұр. И мұнда шөптерді былай салып қойып, сосын таси салам ертең. Маған енді қазір тамағымды алып алайын, бит тамағымды. И маған қазір огородты тазалау керек. Так, огородты бит тазалап. Так, мынауды бит уже неткендерді осы тазалап шығатын болам. Вот. Так, мұна карточкада өсіп қапты екен, бізде картоптарда өсіп қапты екен, өте керемет қылып өсіп қапты екен. Осыларды бит еге саламыз, мынауды да бит ала саламыз. Короче, бывай уже бізде баққандай. Бізде уже баққандай өте көп. Енді бізде сәбіз ғана қалады. Давайте сәбізді де біз битіп ала саламыз. И бізде уже сәбізден уже 29-қа егеміз. Қанша қалады бізде? 19-тар база жоқ, достар, база жоқ. Қазақтарымды үйге қойып кейін, сосын барып жоза хаттар келген тексерейін, достар. Жоза хаттар келген тексерейін. Жоза хаттар келген, мұнда тамағымды ғана бит алып қойын. И кеттік, достар. Маған бір, пожалуйста, достар, айлығым түссе екен, достар. Егер айлығым түссе өте керемет болады. Қазір айлығым түссе, давайте біз сіздермен бірге көретін боламыз. Достар, бұл мен екінші арнам, давайте екінші арнама кіріп тіркеп кетейік. Екінші арнамда да өте қызықты видеолар шығады. Екінші арнада осындай видеоға ұқсайтын видеолар шығады, бірақ енді әртүрлі. Сізбен давайте екінші арнама да тіркеп кетейік, достар. Давайте кеттік. Так, мұнда бізде немене? Так, мұнда бізде так, не дейді? Айшуаққа хат. Айшуаққа хат. Чё за фигня? Достар, мен дым түсінбедім. Айшуаққа хат дейм, бұл менің үйім емес па? Менің үйім емес па? Немене? Шатастырып алды ғой деймін. Так, достар. Білмеймін не болып жатқан, мен түсінбедім. Айшуаққа хат деймін, жай қоя саламыз. Айшуақ маған келсе хатын бере саламыз. Так, достар, мен бірақ та достар, қарасыдерге бірден кетейін ба? Маған қараңыздар, Айшуаққа хат келді. Кеше түнде осы жердің астына бір белгісіз бір дыбыстар шықты, тоң деп бірдеңке қазып атты ма, бірдеңке қойып атты ма, қорылдаған дауыс шықты ма үйдің астында. По-моему, достар, Айшуақ менен жасырып бір өзін менің үйдің астында бірдеңке жасап жатыр ғой деймін. Біз енді давайте біз қазір соны тексеріп көрейік. Давайте біз маған тезірек барып ағаш қазып алайын. Маған үйкен ағаш керек. Маған үйкен кирка жасау керек қой. Маған қазір кирка жасайым да, анау Айшуақ менің үйім астында может бірдеңке жасырып жүрген шығар. Давайте біз қазір сонымен сіздермен бірге соны тексеретін боламыз. Лайкнан басып арнама тіркеп кетейік, сол үшін. Так, мында тезекте біз верстак кирка жасайтын боламыз. Кеттік ау. Көреміз не жасырып жүргенін. Үйдің астында, достар, бірдеңке жасырса, достар, мен просто шок боламын. Мен дұрыс таптым. Бұл Айшуақ менің үйім астынан бірдеңке жасырып жүр. Бірақ не жасырып жүр? Мен оны вообще түсінбей жатырмын. Давайте енді сіздермен бірге осыны тексеретін боламыз. Егер де осы үйдің астында не бар десеңіздер, давайте комментарийға жазып кетейік, және де осы үйдің астын тезірек деп тексер десеңіздер, осы видеоның астына көп лайк басып, және де осы арнаға давайте, достар, 500 подписчик жинап тастайық, достар. 500 подписчик менің бірінші мақсатым осы каналда. Давайте 500 подписчик жинап тастаймыз. Кеттік ал. Мұнда бірдеңке бар ма өзі? Так, достар, уже мен бірдеңке тауып жатырмын. Так, мында топырақ, сосын мында
мында ештеңке жоқ өзі. Так и достарым, ё-моё, я в афиге, мой в афиге, короче, достар, мен өзім шок болғатым. Давайте ақырдан вестницаға түсеміз. И мында Айшуақ, да, ну достар, сонда менің үйім астында Айшуақтың үйі бар ма? Сонда менің үйім астында Айшуақтың үйі бар. Сонда мен мында қазір кішкене бір шоковым состояниеде болып тұрмын, өйткені дым түсінбей жатырмын мында не болып жатқанын. Да, ну мен үйім астында Айшуақтың үйі бар ма не? Маған неге айтпаған? Мен может рұқсатымды беретін едім ғой мен оған. Жоқ, кетіп бар деймін ғой Айшуаққа. Не үшін сөйттік екен білмеймін. Мында қараңыз, стеклода артына су тұр какой-то. Мында не эксперимент жасаған ба? Мында қараңыз, анда магма тұр мында. Мында магма да тұр өңкей. Мында да магма тұр. Сонда не дейді? Достар, мен енді ауға енді мінде құқығым жоқ, бірақ та енді көрейік. Мен үйім астына жасап отыр ғой, енді мен как-то оқуым керекпін, да кеттік ал. Сәлем деді. Егер де осы хатты оқып тұрсаң, кешір, айтпағаныма айтуға уақыт болмады деді. Да, ну метеорит қой. Айшуақ маған осы үй туралы айтайын деді, бірақ оның уақыты болмады дейді. Жарайды, бірақ мында мен көріп тұрмын, көзіме түсіп жатқан тағы да бір мындай подвал. Бұл подвалдың астынан достар білмеймін не бар екенін. Енді давайте тексере саламыз, как-никак бұл менің үйдің астына салып отыр ғой. Давайте кетіп тексереміз. Так, и астында тағы да не бар екен? Мен өзім чего? Не салып жатыр? Мен үйім астында 2 этажный үй салып. Ема, бірақ мен ақша броням барын, алмазым барын, алтын барын қайдан алғам ба? Бір бизнес жасап жүр ғой деймін, маған тығылды. Соны бизнесіне кіріп аламын ғой деймін, түсінеді ғой деймін, бірақ түсінеді. Алда кетеді ғой деймін деп. Так, мында о май гад. Мама, жынды ғой, қанша стак изумруд мында. Айшуақ сонда бай ма не? Мынаны көрейікші. О май гад. Так, кез сундук көреміз. Давай мына сундукты и понятно болса шыға берейік. Айшуақ достар, менің үйім астынан тығылып бір какой-то 2 этажный үй соғып, и бай сияқты өмір сүріп жатыр ғой бұл Айшуағым деген. Жарайды достар, Айшуаққа айтам, типа мен сені үйінде көрдім, маған айтпадым, рұқсатын беруші едім деп айтайын енді. Басқа амал жоқ, несеймін. Жарайды енді достар, осындай видео болды. Достар, егер не үшін мен осы ақырын сөйлеп жатырмын десеңдер, достар, менде уже үйде кіріп барлығы ұйықтап жатыр. Мен сол себеппен енді өте түсіру қиын. Мен қазір мына түнде үйге келдім, сразу келдім, адамдар уже ұйықтап жатыр. Енді мен пойым видео түсіру керек, мен желаниям болып тұр. Сөзетмен енді егер де сіздерге желаниялар болып тұрса, сразу істеңдер. Мотивация дейді ғой, депа, что за мотивация? Мотивация дендрона дейді ғой, короче. Кеттік достар. Кеттік деп ғой. Осы видео сіздерге ұнаса, давайте лайктен басып арнама тіркеп кетейік. Келесі видеода достар, қай ютубермен түсір десеңсе, сол ютубермен түсіретін боламын. Енді уақыт болып жатса, шамам келіп жатса, енді бұйыртса сіздермен бірге қызықты видеоларға түсіретін боламыз. Айшуақ, анау дендрон, Айшуақ, Айсей, анау Русия, Рай, солармен бірге видео түсіретін боламыз. Қызықты қылып, сөздетпен осы арнама тіркеп кетейік. Келесі кездескенше.